Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге оңай, тез жасалынатын салат дайындайтын боламыз. Ал енді оған қияр, қызанақ, керешке, майонез керек болады. Қиярымызды 4 бұрыш етіп, кесіп тұрлап аламыз. Мінекей, осылай болу керек. Майды ет жемейміз, үлкен-үлкен істеуіміз керек. Ыдысымызға салып, қызанағымызды кесіп тұрлап аламыз. Мінекей, осындай болады. Бұны ыдысымызға салып аламыз. Мінекей, енді бұған керешкеміз салатын боламыз. Керешкеді өз қолдарыңызбен де жасасаңыздар болады. Бұл салат өте күшті, жазға өте пайдалы салаттардың бірі де, әр дәмді болып шығады. Жасалуы да өте оңай. Үйде бар заттар. Майонезімізді қосып аламыз. Сіздер қанша майонез қосуларыңыз өздеріңізге қарай. Өздеріңіз тәптеріңізге қарай. Майонездің орнына айран да қоссаңыздар болады. Ол өздеріңіз қалауларыңызға қарай. Бұны жақсылап бір қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Енді тұз қосып жібереміз. Тағы да араластырамыз. Мінекей, біздің салатымыз да дайын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндеп, әдемілейсіздер. Мінекей, мен салатын ұнады деген ойдам. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.